Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ жидектер қосылған дәмді пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушай белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Содан соң 150 грамм осындай қант салдым. Және де миксердің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Міндетті түрде ыдысыңыз таза құрғақ болу қажет, және де осыны аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Енді жаңағы 150 грамм сұйық май құйдым, жаңағы ыдыспен қант салған. Және де үстіне қойылатылған сүтті салдым, яғни сгущенка. 150 грамм осыдан сүт салдым, кәдімгі сосын табиғи осындай піскен сүтті құйдым, 150 грамм. Және де кішкене миксерлеп жібереміз. Енді ұн саламыз. Ұнды жаңағы 150 грамм ыдыс бар ғой, сомен бірдей салдым. Үстінен ұн қопсытқышты салдым. Және де тағы да толтырып сол ыдыспен ұн салдым. Осылай ұнды шашыратып саласыздар. Және де миксерді жай жылдамдығына қойып, кішкене араластырып, миксерлеп аласыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоны аса лайк басып, осы видеоға комментарий жазып, егер де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Өзіңіздің кез келген ыдысыңызға, немесе осындай лист болса, листке, немесе осындай формаға жарты бөлігін құясыздар. Содан соң үстіне кез келген варенье түрін қоссаңыздар болады. Мендегі варенье бұл жерде малинаның вареньесі болды. Осылай кішкене жан-жағына жайып жібердім. Содан соң қалған жаңағы сұйық қамыр бөлігін тағы да үстінен құйып шықтым. Өз қалауыңыз бойынша түрлі жидектерді бетіне әрлеу үшін қойсаңыздар болады. Мен бұл жерде шие болды, сол шиені дәнінен ажыратып, осы жаңағы пирогтың үстіне орналастырып шықтым. Енді қызып тұрған пешке толықтай қызарып піскенше 180 градуста 45-50 минуттай осындай қып-қызыл етіп пісіріп аласыздар. Егер пирогтарыңыз қып-қызыл болмай, тек қана сарғыштау күйінде пештен алатын болсаңыздар, іші піспей қалады. Және де формадан кішкене суығаннан кейін ғана кесіп алып, толықтай дастарханыңға, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де биік болып көтеріліп шықты. Сырты қызарып піссе, іші толықтай піседі. Мендегі қамыр сұйық болғандықтан осындай шиеміз астыңғы бөлігіне түсіп кетіпті. Сондықтан артқы бөлігін аударып сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Осындай өте дәмді жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Баршаңызға ас болсын.